тарабынан Базаркулдун районундагы Акман айыл өкмөтүнүн жаңы Акман айылынын суу менен камсыздоо системасын реконструкциялоо боюнча тендер өткөрүлгөн. Тендердин чектери боюнча Жеңиш Строймопсервис жоопкерчилик чектелген коомуна ыйгарылган. Материалда 2 апрель 2021 жылы Uyutmaçı менен тарихчынын ортосунда келишим түзүлгөн жана мамлекет тарабынан жалпысынан 34 миллион 580 миң сом бөлүнгөн. Мамлекет тарабынан өз убагында жана толук каржылоо карабастан суу менен камсыздоо системасын реконструкциялоо боюнча иштер келишимде көрсөтүлгөн мөөнөттө аткарылган эмес. Андан тышкары аудитордук текшерүү жыйынтыгында долбоордон чектөөлөр, жумуштардын жана тийиштүү материалдарды орнотуунун жоктугу жана курулуш монтаждоо иштеринен аткарылган көлөмү 3,5 миллион сом суммасындагы жоготуусу аныкталган. Ошол себептен мамлекеттин бюджетине 3,5 миллион сом өлчөмүндөгү зыян келтирилген. Ал боюнча Жалал Абад облусунун капиталдык курулуш башкармалыгынын техникалык көзөмөлү Султанов Абдурасулдун шалатуунан жана аракетсиздигинен андан тышкары Строймопсервис жоопкерчилик чектелген коомунун директору Абдыкадыров Манас Абдулажанович жоопкерчиликсиздиги үчүн иш өз убагында бүткөрүлбөй, аткарылган иштердин актылары түзүлбөй, объект пайдаланууга берилген эмес. Бул өз кезегинде Базаркулдун районунун Акман айыл аймагынын жаңы Акман айылынын ичүү сууну жоктугуна, ошондой эле калыптандыруусуна алып келет. Акман айылы суу менен камсыздоо системасын насыптоо. Строймопсервис дейт. Абдыкадыров Манас. Не давайте вас, не бегем. 34 миллион проект. Қанша километр, қанша? 10 километрге жақын полиэтилен жол тартылған. Не монда жарылып деген сұрау бар? Жаңағы жарылған жері, жаңағы Түрмеканаға кеткен жолдан өткен да, ошолор уже сел еме көрген екен, силап. Ошоны коюп атып, мен турбаны көрмөстөн алар жарып алган. Кийин ошону көм, мага айтпастан көм салды. Ким жарылган? Ким жарылган? Ошо техника. Экскаваторлар. Аны кийин уже кемчиликтер аткарылган, турбалар жамалган. Азыр ушуга чейинки бүт кемчиликтер аткарылып бүттү. Азыр эксплуатацияга берилгенде талкуулдогонбуз. Манас. Эмне нарушение бар? Мисалы, тереңдиги же Жалал Абад районунун мамлекеттик архитектура курулуш контролу башкармалыгынын жолу негизинде суу өткөрүүчү пластикалык трубалар менен суу соруу иштери жүргүзүлүүдө эски мотор коюлган. Eski motor? Андан тышкары суу өтүүчү пластик трубаларын жаткырууда курулуш нормалары сакталган эмес. Долбоор боюнча пластик трубалар 1,10 метрден чейинки тереңдикте орнотулса, Строймопсервис ЖЧК тарабынан 60 сантиметрден 80 сантиметрдикке эле орнотулуп койгон. Ошол себептен трубалар бузулган. Проект боюнча канча метр дейсиң? 1 метр 10 сантиметр. Практически 60 сантиметр. Не дейсиң? Проект боюнча 1 метр 10 сантиметр казылган, 60 сантиметр 80 сантиметр казылган жерлер. Шегір жерлер болып қалышы мүмкін, жоқ, андай жерлер анықталған емес та. Траншеяны қазып, жаңағы турбаны қойғы чейін, баяғы жерде малға еткен да, қайра толтырып қойып отқан да, біз қайрадан қазып отқан. Ошонда баяғы сөйтсі тапқын болып қашып келді, шыққаны қазып қойып кетеді. Кейін біз қайрадан қазылап, қайрадан жөндеміз. Ошол жерде қанша дедиң? 3,5 миллион сом. Моңне турбаны өзү чалды дегенде, сен жанагы. Моңне турба. Бұл каналдың үстінен өткен турба. Бөлүшүн турба келдим. Жоқ, менде проекті берген. Сыздарынан башка жактан демонтаж кылып келген турбаны коюп, мындай неважный газы коюп. Экинчиден бул турба жанагы гидроизоляция болуп келген проекттин анда турган жок. Кичинен болгон. Өзү проект боюнча бул менде жок. Проект бизде башка жактан өтүш керек эле, жана элдер эгин калай асында десен сен не десең да сен сөз мөмкүн мисалы акты көрүнүп өтөт кандай сен сабактуулук менен кандай сен наплевать отношение ушу проектин реализациялоо жыйынтыгын көрүнүп турат.
1,5 метр, 1,10 сантиметр, тас жүзесінен 60 сантиметр, екесі төмен қарымақ болсын. Гидроизация жоқ, мұнда использованный материалдардың көбісінің, соның кесіп жаңағы проблемалар шығады. Бұны соны мойнына басылмайды. Сен бұл жерде тұра алған тіге әлі өлі деген себеппен. Егер сен нормальный насой жасаған болса, сен мақтау тұрай болсын. Технадзор бұл ақсақалсыз. Сіз не үшін бараған жоқсыз шығады? Барағаныңыз тәрелмен шығып көңін санау, мұнша барғаныңыз тәрелмен шығып көңін. Бұл елдердің агрот арқылы өткендіктен жерлерін қазып жаңағы малайдағанда düşіп қалып, бұл көрініп тұрған туралы сол каналдан өткен, бұл сыртына металлс биологиясында тұрғаны, içine өткір, сыртынан тұрғанған көрді. Бұл пластмассовый шет ұжында ғажылайбыз. Сыртынан олған қойып тұрып, егізіп тұрады. Пластмассовый тұрға изоляция. Сол içine бірінші көрінген жердегі қарап Сіз технадзорсыз, ақсақал, сіз должен нормаль еткен, чтобы вы всем за этим следили. Мына бюджетті жас жүлесін 50-60 сантиметр қазып қалғансын көргіңіз бересіз. Мен сошон барған жоқсыз, көзөмөлдеріңіз ошон кезеледі ол, біз мойны қалдайсыз ошон. А не үшін 60 сантиметр көріп қалғансын? Айтпадыңыз давай, қасқыдағы 1 метр тереңдік кетеді, айтсаңыз болады біле? А не үшін айтқаныңыз? Батыр жерінден жерінде. Значит, барған емессіз. Сізге тегін төлеп қойды, ошо мен бір бардым, сен қойды, ошо мен түк қойды. Аңыз мойыншы қалсыз, қайтып атқан маған кере жоқ. Сказка жазып. Бізде мына переводы авторский заключение жиынтығы бар. Ушер официально барып шығарып жүрміз, правда? Не алсаң, айтшы? Не деймін ойын? Төлейсің бе шығарып? Шет төлеуге мақұлмын бүгінде. Бүгінде төлеп тұрасың. Қашан болып жүрді? Чекшін отырып тұрасың бізде? Bir-екі отырып тұрасың үшін ойын? Бұл сол деген, даже құранда жазылған, суы чағыш деген бұл деген айтқанда соғып да, соғып. Сен ошоны даже бекер заңын жоқсың, маған келесі ақша төлеп берді. Ошоны насой жазбайсың? Берді. Проект бойынша насой Проект бойынша емес, проект бойынша сен нормальный мұндай болмамайсың мұнда машина. Если проект бойынша болса. Если технадзор жағында ақсақал олар. Ошо өзі жұмысын тағатқан болса мұндай болмамайсың. Көмір көмішкөлін айтқанда сговор бар, шыншына болды. Үнемі мойын алып отырып қалғанда да бұлжайсың. Тергеуші бар ғой? Кім тергеуші? Давай их забирай, сейчас допроси, если нам на его болса, қама. Если уже төлеп тұрған болса, еще посмотрим. Шындай жүрмі? Құттырай. Базархан районының Сайқұм айлық чоң құрылыш айында Анатолий Жомаев атындағы 44-ші орта мектептің жанында жаңа 275 орынды мектеп ғимараты толық орналастырылған. Сол себептен мемлекет тарапынан 116 миллион қаралған, азық учурда 673 мың сом бөлінген. Бирок Falcon Development Group of Central Asia Чечкасы тарапынан 45 миллион сомго иш атқарылған. Бирок азыркы учурда иш сапасыз аткарылганына байланыштуу фундамент сесен бою жана дубалдардан жаракат кеткен. Ошол себептен азыркы учурда эртең районундагы наразычылык болуп, биздин тарапка кайрылышат. Иш бүтө элек 2024 жылдын декабрь айында үч керек болчу. 24 жылы, График боюнча. 24 жыл декабрь өкмөтүнүн алдын 25 жылдын дарылык өкмөтү. Анас. Эмне үчүн 2 жылда ошол сен 47 миллион 45 миллион алыпсың, ошол мектепти бүтүргөнсүң. Бүтүргөндө да качпа сапасыз болот. Тиги 80% моментте уже трещина бар болот. Эмнеге жок? Азыркы күндө бул келишим боюнча 116 миллион түзүлгөн. Бүгүнкү күндө алынган акчанын толугу менен өздөштүрүлгөн, жумуш жүрүп жатат. Азыр финансы жагынан жандандыруу үчүн иш кайрадан болуп жатат. Себеби келишимде фамилия финансирование түзүлгөн. График боюнча 24 жыл тапшыруу деген эмес жок. Фамилия финансирование. КС
Olay Mamleket, Atlas'ın Spentel verir misin? İyi günler olur. Jaraqlarni qatar esepkelmek bayağı hasardaşını edip koyar hasardaşını. Al dedi anlar korkunçtu öyle. Hadisleri gelip zaten teyze vergen. Beşina iyisin onun yapasın buldu. Atayın hadisleri çakırağımız yerinde görüp ne dışarı. Anın için abi yüksek Объекттің 22 жылы башталған, ортада қаражаттары толыққанды болған емес, қазіргі күнде içinde отделка іштері жүріп жатыр. Қазіргі күндері финансирование толыққанды болады. Kaçan bu? Маған айта алмаймын, мен қаражаттың бөлінісінен жарашам. Келісімде де по мере финансирование қаражат толыққанды чекеді. 45 milyon var, satıldı mı? Ya, 45 milyon var, satıldı mı? o var. Kişilerin? O var. Bu жерде да финансирование маселесі varken bir manas да сала ескертме да уже ол мектепте финансирование старалыз жоқ мектепче айтабыз жебіз финансирование алып беруге аракет кылабыз ошону аягына чыккан сапаттуу чөбүз жанагындай турбалы бул болсун могу жерде жаран кабылында көз айтылып жүйө точно андай да болуш керек биз канча объект салып атабыз жабап берген бирөөтөн өзүбүз катышып бизде специалисттер болуп биз салган стройка почему-то андай вибрация ишин жок неге эмне үчүн биз салып аткан жана стройкалар андай вибрация ишин жок Açık müşteri var değil mi? Yani ondan çok zor. Çok zor. Bir var özünü dokuyalım. Хорошо, у нас сағын мектеп бойынша пока ескертме предупреждение. Но белки трубаларында срочно порядке онда 3,5 миллион төлейсің, осы жаңағыларды қайда алмаштырасың. Шынымен мен өзім обычно тексеремін. Қанша уақыт керек саған онда трубаны? Уже Benim hakkım havalı var. Adana sözlükten bayakta çıktı. O sürede şu bayağı tuba yarıdan geliyor. Havalı. Sen жаңа 60 santimetre gömülgünden tarih bir metre basıp çıktın. Havalı. Cebim beyin görsesini, ele görsesini oradan basıp verelim. Bayağı ayıklar mı? Topağın cebim söyleyip tam başına. Bir nalda kafa kaya koyuyor. Ele de beyin görsesini, beyin o şekilde kaya basıp verelim. Sen de az kamat tutsana, susar koşmuşasın. Afiyet olsun.